Түлкі мен ешкі ертегісі. Ертеде бір түлкі болыпты. Бір күні түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шығайын десе, шыға алмай тұрған кезде, ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға келіп, түлкіні көріп: «Мә, әй түлкі, батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласың, батыр, жаным, рахаттанып тұрмын. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен», дейді түлкі. Мұны естіп, ешкі: «Мә, мен де салқын су ішейін» деп секіріп апанға түскенде, түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, одан мүйізіне шығып,